Мен екі қабатпын ба? Мен алғанша барлық жағдайымды жасадыңыз. Ал қазір мені танымайтын адам сияқты жүресіз. Дұрыс жасап жатырмын ба? Ары қарай өмірім не болар екен? Әлде шыдап жүре тұрсам дұрыс бола ма? Не істеймін? Үйге қалай кірсем екен? Қай бетіммен кіремін? Үй алып қашқан кезде жүр кеттік деген сөзін тыңдамаған өзім ғой. Қызым, кел, ештеңе етпейді. Ондай болып тұрады, кел үйге кір. Бұндай нәрсе барлық қыздың басынан өтеді. Сен енді кішкентай қыз емессің. Әлі ақ үйреніп кетесің. Енді не істеймін? Күйеуім маған мүлде басқа уәде берді, бірақ ешқайсын орындамады. Мені ешкім түсінбейтін сияқты. Мама, мен келіндік қызметтен қашпаймын. Мен өзімді бөтен сезінемін, жалғызбын. Мен екі қабатпын ба? Енді не болады? Енді не істеймін? Сені қабылдай алмай жатырмын. Маған бұның барлығы қиын болып жатыр. Енді не істеймін? Барлығына өзім кінәлімін. Өзім қаламын дедім. Бірақ мен ойлаған өмір басқа еді. Маған берілген уәде басқа еді.